Армысыздар көрермен, Атырау арнасында Атырау Квест. Екінші айналым аяқталды. Бүгін біз 7-ші ойынды ойнаймыз. Сафи Утибаев атындағы Мұнай және Газ университетінде өткіземіз. Сафи Утибаев аңыз адам, қазақ мұнайының атасы, даңқты мұнайшы, КСРО құрметті азаматы. Сафи Утибаев Жаңаөзен қаласының негізін қалаушы, және де теңіз, кеңқияқ, Құлсары, Комсомольск кен орындарының ең алғашқы ашушылардың бірі. Сонымен қатар, мұнай өнеркәсібін дамытудағы өз үлесін қосқан 30-дан астам еңбектері бар, және де қазақ мұнайының естеліктерінің 2 кітап авторы. Біз ойынымызды бастаймыз. Олай болса, біз командаға кеттік. Команда қалайсыздар? Саламатсыздар. Қош келдіңдер. Екінші айналымға өтулеріңізбен. Рахмет. Енді бірінші айналымда 7 команда іріктелді. Өздеріңіз білгендей, 7 команда міне 7-ші ойыны. Бүгін екінші айналымда сіздердің ойындарыңызбен аяқтаймыз. Бүгін біз ойынды өздеріңіз көріп отқандай қазақ мұнайының атасы Сафи Утибаев атындағы Мұнай және Газ университетінің музейінде, жалпы оқу ғимаратында өткіземіз. Ойынға дайындық қалай? Дайындық жаман емес, енді барымша тұрсамыз ғой. Тоңып тұрған сияқтысың, е? Иә, салқындау. Салқындау, басында салқын болса, ары қарай жылы болып береді. Ғимараттың ішіне кіреміз, әртүрлі корпустарды аралаймыз. Олай болса, біздер бүгін ойынымыз бастамас бұрын тағы да ойын шарттарын түсіндіріп өтейін. Ойын бұрынғыдай 20 минут уақыт беріледі, және 8 сұрақ. 8 сұрақтың 8-іне дәл жауап берсеңіздер уақытымен, енді ары қарай айналымға өздеріңізге, өтулеріңізге үлкен себеп болады. Жеңілдік берілмейді. Ойын енді айналым сайын жеңілдік беріледі, тек қана бір ақ рет әлеуметтік желіге, яғни ғаламторға бір ақ рет кіре аласыздар. Енді менің бір қосымша бір жеңілдігім болады. Бүгін біздер, құрметті көрермен, Атырау облыстық қоғамдық саяси газетінің қызметкерлеріне, яғни журналистер, тілшілер алтын арқалап жантақ жеген жандармен ойнаймыз. Ойынды бастаймыз ба? Команда ұраны. Атырауды тану Атыраудан басталады. Керемет, ойынымызды бастаймыз. Ал енді сізге 8 сұрақ, 20 минут уақыттарыңыз кетті. Ең бірінші тапсырма осы жерден басталады. Оқимыз. Мына жерден бітіп. Сафи Утибаев атындағы Атырау мұнай және Газ университетінің музейінде жүргізілетін Атырау Квест бағдарламасының тапсырмалары. Бірінші тапсырма университеттің 2-ші корпусында орналасқан қазақ мұнай өнеркәсібінің атасы Сафи Утибаевқа арналған мұнай ата музейін табыңыз. Ал енді 2-ші корпус табамыз. Әуелі содан бастайықшы. Тапсырмаға кезек береміз. Ал оқыңыз. Өздеріңізге тарихтан белгілі жайт 1899 жылы Қарашөңгіл кенішінде бұрғылаған ұңғымадан алып мұнай бұрқаға атқылаған болатын. Осы Қарашөңгіл кеніші туралы тақтайшада жазылған әдемі әсерлі өлең жолдарын тауып оқып беріңіз және авторын атаңыз. Оны авторын атамас бұрын әуелі корпусты тауып алайық, содан кейін авторын атаймыз. Ол қай жерден осы? Осы корпус па екен? Бұл бірінші олар да, екіншісі анаяқта олар. Ал кеттік, ал. Анаяқта сияқты ғой. Ал көрейік. Бұл жоғары оқу орнында ғимаратта көп корпустар. Сіз былай қарай кетіп жатқанда ол сияқты. Жоқ, енді мен жүре беремін, білесіз. Қарайық, мына ғимараттың жандарында атаулар жазылып тұрады ғой. Нөмірлері. Солай ма? Бұл 2-ші корпус дейді. Яғни сіздерге 2-ші корпуста деді ма? 2. Олай болса, осы 2-ші корпуста. Әне 2-ші корпус дейді. Тек ішіне көреміз ғой да. Салтанаттың қырағылымен көрініп қалды. Ал команда біздер 2-ші корпустамыз, таптыңыздар. Және де Мұнай ата музейінің алдында тұрмыз. Олай осы кеттік музей кіреміз. Қараймыз. Бұл? Ал оқимыз ал. Ұяда ашпаған даласын бір шежіреге жүгінсек шежіреге дарияның бастауы боласың бұл. Қара дария буырқанып тасыған, айнымайды арулардың тарқатылған шашынан. Білесің бе? Аспан деген жасылан басталады біздің жақта. Аралар басынан. Ойда, бұның авторы. Бұл өлеңнің авторы кім екен? Қосымша көмір. Бұл музейдің ішінде бірнеше сағат түрлері бар. Солардың ішінен 16:33 уақытта көрсетіп тұрған сағатты тауып алсаңыз, сол сағаттың артында өлең жолдарының авторы есімі жазылған. Міне, ал 16:33 сағаттар бұл жерде көп екен.
неге 16-33 деген жоқ? Міне 16-33. Және де сұрақты оқыңызшы. Көмекті. Соның артын жазылған болатын болса неге біз шықпаймыз? Команда тек қана бұл музейдің ішінен шығып сыртына қарауға да болады ғой. Болады ғой, негізі. Біз, міне айналып тек қана осы ішінен біз шықты айналайық. Арты бар ғой бұл жалпы тұрған. 5 минут өтті. 15 минут қалды. Бірінші сұрақтамыз әлі. Мін тұр ғой. Қақ алдыңыз да? Мін тұр. Келіндер. Міне сіздерге бірінші көмекті бердім. Есімі? Айтуар Өтеген. Айтуар Өтеген, сіздер София Өтебай дейсіздер. Сонымен жауабы жазамыз. Кеттік. Қазақстан жерінде асыл тастар мен түсті минералдардың 500-ге жуық кен орны анықталған. Міне сіз тұрған корпус поясінен көптеген минералды тастар түрлерін көре аласыз. Солардың ішінен ұсақ түрлі түсті жинақталған минералды тастарды тауып, келесі тапсырманы орындаңыз. Бірінші қатардағы 4 тасты тастап, үшінші бағанға түсіңіз, немесе бірінші бағаннан 3 тасты тастап, оңға қарай 2 тасты тастағаннан кейін орналасқан минералды тасты атаңыз. Мына жер осы файлда тұрған барлық тастар көп. 4 тасты дейді, бірінші бағандағы дейді. Міне. 4 тасты тастап, үшінші бағанға өтіңіз. 4 тасты тастап, үшінші бағанға түсіңіз. Ал, ойланамыз кішкене. Түсініксіз емес пе сұрақ? Ау. Бірінші бағаны қайсы бұның жалпы? Бірінші баған. Ой, түсіндіріп жүрмейсіз бе сұрақты корректер? Бірінші баған деген қалай сонда ол? Келіңіз, ұсақ тастар ғой. Бәсе. Түсін бір. Үшінші? Жоқ, мыналарды айтып тұр қызы. Ұсақ тастар. Мін. Соқтастың несін ішінен де айтып тұр оны? Соны айтты. Бірінші қатарда 4 тасты дейді. 1, 2, 3, 4 тастап, үшінші бағанға түсіңіз. 2, 3-ке түстік. Нефритке түстік. Сосын немесе бірінші бағаннан 3 3 тасты тастап, бірінші бағаннан 1, 2, 3 тастап. оңға қарай 2 тас тастағаннан кейін. Оңға қарай 2 тас тастағаннан кейін. Соған нефрит қой, нефрит қой. сөйтейін бе? Сонымен Нефрит. жауабы? Жауабы нефрит. Жауабы нефрит. Дұрыс кеттік. Қазір уақыт бітіп өтеді дейді уже. Міне үшінші сұраққа көштік. Бүгін біз қазір Нұрлан Байғонбаев атындағы коммуникацияларды дамыту орталығындамыз. Яғни Нұрлан Байғонбаевтың шағын музейіндеміз. Нұрлан Байғонбаев деген кім деген ақпарат болса, еліміздің мұнай және газ өнеркәсібін заманға сай, талапқа сай дамытып, яғни қазба байлықтарымызды одан әрі тиімділікпен игеруге, халық игілігіне жарату жөніндегі ірі жобаларды жасау ісіне араласқан тұлғалардың бірі. Біздер Нұрлан Өтепұлы Балғынбаев коммуникациялар дамыту орталығындамыз. Үшінші тапсырма оқимыз. Үшінші тапсырма сөз жұмбақ шешу. Бір қара алтын дейді. Жаза береміз ғой да? Кеттік жазамыз. Еще айтып отыруымыз керек қой. Бөлік па? Бізде еншімізде 11 минут уақыт қалды. Сонымен. Біріншісі қара алтын дейді. Қара алтын дейді. Қара алтын. Мұнай ғой енді. Мұнай ма? Әріптер келіп тұр себебі. Тігінен бе сонда? Ол қайсы ол? Нұрлан Балғынбаев. Ал кет, сөзін уаққа кезек береміз. Екінші, бұрғыланған тау-кен қазындысы. Бұл? Тастап кетейік жақсы. Үшінші, Қазақстандағы ең алғашқы игерілген мұнай кен орны. Тастап кетейік. Грек тіліне аударғанда жер туралы ғылым деген түсінікті білдіреді. Кен орны дегенде Дассор ма? Дассор. Геология олар ма басқа? Геология дейсіз? Жер туралы ғылым геология. 5 ағылшын тілінен аударғанда бөшке деген мағынаны білдіріп сұйықтықтың өлшем бірлігі баррель болар. Баррель дейсіз? Ма? Иә, салып көрші. Баррель. Жаман емес, жақсы келе жатсыздар. Алтынсы, қазақ жеріндегі алғашқы мұнай ұңғымасы ағайынды кімдердің есімімен байланысты? Ағайынды.
Нұрлан емес, ой жоқ. Ағайынды. Тастап кетеміз бе? Мұнайдың ең қажет өнімдерінің бірі машинаға арналған отын. 7. Бензин ғой. 1915 жылы пайдалануға берілген мұнай атырдың 3-ші мұнайлы перзенті. Тастап кетейікті. Перзенті. Так, энергияны көп қажет ететін түсті металлургия саласы. 9. Қайсы сол 9-ында? Келесі ма? Тез майысқыш болады. Пластмассы ма? Жоқ. Алюминий. Алюминий ғой кім? Мен сізге жеңілдік беріп жатырмын. Так, біз ештеңе естіп жатқан жоқпыз, бе? Естіп жатырма? Қазақстан кім сеніп тұрған сияқты? Қазақстандағы алғашқы мұнай фонтаны атқылаған кен орны 10. Қарашүңгіл, жоқ? Осыны білмесеңіздер, жоқ, Қазақстандағы алғашқы мұнай фонтаны атқылаған кен орны. Тілшілері мұнай атқылаған Үшім, негізгі сипаттамасы жану жылулығы дейді. Сандар жоқ та жанында. 11-шісі қайсы? Қайсын? Сандан жазып қойсын ба? 11 деп. Сөйтіп қойшы, себебі шатса тұрып. бөлек-бөлек беріп тұру. Бізде еншімізде Шахтадан оны қазан 8 минут пешке уақыт салып жағамыз, үлкен үйді жылытып рахатқа біз батамыз 12 дейді. Көмір ме? жанатын тастар деп айтқан кім екен? Көмір де. Қазақтың тұңғыш геологы. Өтебаев шығар? Жоқ. Өтебаев? Жоқ, тұңғыш геолог. Мөлдір әрі түссіз өзі табиғи отын газ оларда, 14 газ деп. Қазақстанның қара металлургия орталығы. Қарағанды? Жоқ, Жезқазғанда. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі немесе жіктелу реті дейді. Менделеев шығар? Менделеев деші. Онда басқа. Менделеев деші, ану келеді онда. Менделеев кесесінде қанша элемент бар білеміз бе? Олай келмей алды. Сөзін бақтың біздер нешеуін шеше алған жоқпыз. Қазақстан тұңғыш геологының. Еншілеріңізде 7 минут уақыт қалды. Әлі бізде 5 тапсырма бар. Өтебаевты жаза бер. Бізде 5 тапсырма бар. Жақсы, иә. Мәу бітіп қалған екен ғой. Жалпы біздер сөз жұмбақты команда бірлесе отырып шештік. Барлығын бірнеше сұрақ бар ол жерде. Соны мысалы біреуміз мынау деген сияқты ақылдасып отырып шештік. Сөз жұмбақтардың барлығы. 20 ғасырдың 20 жылдарында Дастор мен Махат Қазақстандағы жалғыз мұнай кен орындары болып қала берді. Ембі мұнай тіресі мұнай өндірудің басқа орындарында барлау жұмыстарын ұйымдастыруды жүйелендірді. Осындай аудандардың бірі Байшоныс кен орны болып, Атырау облысының Махат ауданында Атырау қаласынан шығысқа қарай 85 шақырым жерде орналасқан Байшоныс кен орнында алғашқы мұнай бұрқаға қашан соғылды? Төменде берілген есеп шешу арқылы сұрақтың жауабын табасыз. Жол дейді. Егер жылын білсеңіздер, шешпей-ақ қоюға болады. Жылын білсеңіздер. Енді мұны 1900 ғой не оған? 1900. Есептемей қояды. Екте бір таптыңыздар. 1900 деп қой, 1900. Е, кім содан? 1900 жасып қой, просто. Сосын, бар жағы. Ал есеп Мұнан шығарам. есептейік. Калькулятор пайдалануға бола ма? Пайдаланыңыздар калькуляторды. Еншілеріңізде 6 минут уақыт қалды. Сен де калькулятор шығаратын боласың, не бөлек-бөлек есептейік. Сізде әлі көп тапсырма бар. Сен 106-тан 81 ала бер. Сонымен команда осы семейге бара алмай қаламыз ау осы. Семейге алыста Ол болатын ба? сіздерге байланысты. Жауап беру сіздерге байланысты. 62 көйтем. Бөлеміз 70-ге. Жоқ, 75. Бөлем ба? Жоқ, 75-тен 7-ні алып самаймыз, әне? Команда 4-ші тапсырмада. Яғни. Так, алам 7-ді. Бойшынас жерде мұна атқылаудың ең алғашқы жылы дейді. Жылын білсе есепті шығармауға болатын еді, бірақ жылын білмейді екен. 25-ке қоссам 25. Сонымен, бірақ үшінші тапсырманың әлі толыққанды емес. Жауаптарыңыз? 1930. 1930 тұстырма. Ал қабылдан келесі сұрақ.
Жалпы өзім үшін жаңа жалпы команда бойынша есеп шығару арқылы жылын тапты, иә. Сол есеп шығару маған кішкене оңай болды. Себебі мен мектеп кезінде өзім математикадан сол жағынан жақсы болғанмын. Соның пайдасы ма? Сол жақсы болды. Мұнай тарихында заманның өзі дейміз. Біздер бесінші тапсырма тарихи жол деп басталады, иә? Ал оқыңыз. Сессиясында 1717 жылдан бастап 1915 жылдар аралығын қамтитын, яғни осы жылдар аралығында жасақталған карталар, жүргізілген экспедициялар, зерттеулер, тарихи оқиғалар баяндалып көрсетілген жылнаманы табыңыз. Осы жылнамалар ішінен Қазақстан жерінде мұнай іздеу туралы алғашқы өтініштерді кім жасаған кісімен атаңыз. Қосымша көмек Қазақстандағы алғашқы мұнай өндіру кәсіпорны тарауы 1834. Міне, яғни бұл осы экранға қараймыз. Оқимыз. Лебедев жасаған дейді. Өтініштерді кім жасаған? Сосын енді келесі сұрақ. Лебедев дейді. Қазақстан алғаш мұнай өндіру кәсіпорны 1894 жылы дейді. 1894 жылы мамырда патша үкіметі осыған. Бұл бізде Лебедев. 1894. Сонда Лебедев деп жазып кім? Салтанат, міне, Лебедев. келе ме екен? Келет, Лебедев жауап берді. Келесіне өшейді. Уақытымыз кетіп жатыр. Өндіріс пен өнеркәсіптік өңдеудің барлық кезеңдерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы мұнай тасымалына қатысты құқықтық ережелерді анықтайтын Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен мұнай туралы заңы қай жылы шықты? 1995 жылы. Тарих жол секциясы дейді. Тарихи жол секциясы. Мына жоғарыда оқылып тұр. Мынау экранға. Осында қарайық. Мына жылдарыңыз көріп тұрсыздар ғой. А мұны жол қандай болды? Қай жылда еді? Тәуелсіз Қазақстан тарауы дейді. Тәуелсіз Қазақстан тарауы дейді. Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстан дейтін. Жалпы естеріңіз бесі тәуелсіз Қазақстан. Мектепте бар ма? Бізде қашан Қазақстан тәуелсіз бола бастады? Қай жылдардан бастап? 91. 91 деген қарай ат етіп келген. Мүмкін 85 алған боламыз. Неге бұлай жылжымайды мынау? Қараңыз, мынаяқтан қарай, мынынан қараймыз, ар жағынан қараймыз. Мектепте бар ма, бәсе? Қараңыздар. Солай олады ғой сізді. Мектепте болып тұр ғой, мін. Енді тарихи жол секциясы тәуелсіз Қазақстан тарауы дейді. Тарихи жол секциясының тәуелсіз Қазақстан тарауы дейді. Ол не үшін керек? Все болды. Таптыңыз ба? Таптық. 1995. Кет, міне. Келесі Қазақстан. Бүгінгі ойындағы ең жеңіл сұрақ бізде 1995 жыл, яғни мұнай кен орнының мұнай кен орнындағы зауыт қашан ашылды ма? Мен ол сұрақтың жауабын тақтайшалардан жалпы көргенмін. Сол себепті 1995 жылы деп нақты жауап беріп командама нұсқаулық көрсеттім. Мұнай өнімдерінің алғашқы бес түрі отын болып табылады. Мұнай әлемі интерактивті тақтасымен жұмыс жасап, мұнай өнімдерін атап көрсеттіңіз. Міне. Мұнай әлемі интерактивті тақтасы. Қараймыз. Мұнау да? Бензин, керосин, осылар жазамда бес түрі. Дұрыс па? Өнімдері, мұнай өнімдері. Мұны тұр ғой. Мін. Мұнай газы, бензин дейді. Сұйытылған мұнай газы, бензин. Керосин, реактивті отын. Бензин, керосин. Реактивті отын. Дизель отыны. Сонымен? Дизель отыны. Болды бітті. Бесеу? Аға. Алтау емес пе? Бесеу екен. Бесеу ғой. Тағы да қарап көріңіз мен ана жақтан. Отын май деген жаздың ғой да, Салтанат?
Отын майы. Ол дизель бөлек еще отын майы деген бар. Астына жаза ғой. Жоқ, цифр керек емес алтан бізге. Көріп болғанда. Отын майы бұл. Сонымен команда. Отын майы. Все, бітті. Уақытымыз қанша қалды? Білмеймін, енді келесі сұраққа көшейін деп жатыр. Оқи бер. Бесеу ме? Алтыншы жоқ па? Ау? Жоқ, қараңыз, цифрына қараймыз. Ежелден бері Тағы бар ма не? Қараймыз. Қайта өңдеу дегенде де бар. Не дейді ғой, кім? Мін? Мазут дейтін бәрі екен. отын майы деген мазут шығар. Бензин жаздық. Яғни жауабы сұйытылған газ, керосин, дизель отыны, Мазут. мұнай өнімдердің алғашқы 5 түрі отын Біз соны жаздық, осыларды жаздық мін. Және 60-сына бар екен. Мазутты да жазып қойдық. Жазылдыр ма? Мазут деген отын майы ғой, сол жазып қойдық. Дұрыс керемет. Біз күнде келе бермейміз ғой. Мына жер ұнап тұр маған. Енді біздер бұл жерде оқымағасын, біз өзіміз Халил Досмағамбет университетінде оқыдық қой. Енді бұл жерде мен бірінші келіп, осы интерактив тақтаны көріп, қолданып тұрғаным, осы сіздердің бағдарламалардың арқасында. Өйткені шынында да мұнай терминдерін біліп қалдық кейбір. Оны ертең журналист болғасын алдағы уақытта бұл саланы жазуға керек болады. Сондықтан басқа саланың адамдарын тартып, осындай ойын ұйымдастырып жатқан сіздерге рахмет айтқым келеді. Шынында көптеген мәліметтерді алып қалдық, көп нәрсені білмейді екенбіз мұнайдың үстінде тұрғанымызбен, бірақ көптерін біліміміз өте таяз екен. Оны мойындау керек. Сондықтан алдағы уақытта бұндай экскурсиялық бағыттағы бағдарламаларды көбейту керек сияқты. Ежелден бері мұнай дәстүрлі емшілікке дәрілік зат ретінде қолданылады. Мұнайдың әртүрлі туындылары адамдарға аллергиядан, бас ауруынан, жүйке күйзелісінен немесе жұқпалы аурулардан арылуға көмектесетін дәрі-дәрмектерде қолданылады. Ендеше мұнайдан жасалған ең танымал дәріні білесіз бе? Мұнай әлемі интерактивті тақтасын қолданыңыз. Біз іштен қолданбай-ақ жауап беру бола ма? Ауруды басасыз. Жоқ, бола ма жауап беруге? Уақыт жоғалтам, парафин деймін. Ал қараңыздар. Парафин, танымалы парафин, бұл жас қой парафин. Уақыт кетеді біз. Парафин бе? Парафин. Бір қарап көрмейсіздер ма? Жоқ. Уақыт кетіп қалады ғой қызы. Келесісі. Өткеніңді еске алсаң, өскеніңнің белгісі, өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі. Демекші, көп дүниенің астарын ашып, әдебін сөгіп түсіне білген ардагер мұнайшылар, атақты мұнайшылар, Балғынбаевтар, Балжановтар, Бешемовтар, Бөлекбаевтар, Досмұхамбетовтер, Исказиевтер, Қарамұрзиевтер, Құдабаевтар есімдері бүгінде аңызға айналған кен орны тарихында аттары алтын әріппен жазылған. Тапсырма алдымен атақты мұнайшылардың есімдері жазылған даңқ тақтайшасын тауып, төменге берілген сұрақтың жауабын осы тақтайшадан көрсету дейді. Келесі Майталман мұнайшы, адал да ардақты азамат, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Еңбек жолын мақат мұнай өндіру кәсіпорнында қарапайым жұмысшы болудан бастап Қазақ ССР жоғары кеңес президиумының төрағасына дейінгі қызмет атқарды. Жетекші кадрларды іріктеу, орналастыру және тәрбиелеу мәселелері үнемі назарында ұстап, олардың көпшілігімен жоғары дәрежелі басшылар шыққанына куә болды. Оның есімімен Атырау қаласында Колледж бар. Саламат. Тақтайшасы мына жерде бізде. Қараңыздар мына. Қараңызшы. Мұқашып сияқты. Көрейік сонда да. Уақытымыз бар ғой, бәріне соңғы сұрағымыз ба да? Соңғы сұрақ қой да? Соңғы сұрақ 2 минут қалды. 2 минут қалды, ал болыңдар. Мен сол бар ма? Сол сұрақ міне жалғасы осы. Қоғам қайраткері, тілші, ғалым, ол кісі заманның ауыр кезеңінде 13 жыл бойы Қазақстан халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болды. 1938-51 жылдар аралығында Қазақстан үкіметін басқарды. Үкімет барысы колледж қандай колледж бар енді? Досмұхамбетов. Бізге Досмұхамбетов айтылып тұр негізі. Қараңыздар, династия Балғынбаева, Балжана Бешімов, Бөлекбаева. Династия бөлінеді төртісі ба? Яғни ұрпақтары, сабақтастары. Қараңыздар, мына жақта. Қараймыз. Кім ол? Саламат Мұқашев атындағы колледжер бар. Сосын тағында колледжер бар? Сосын біреудің атында колледжер ма? Мынаның есімі берілетін. Мұқашев келе ма? Келеді ғой да? Келмей қалады ғой. Агро колледж сол емес пе? Агро колледжге жетті берді екен. Соның аты осы тұр ғой. Жолдас Жолдасқали емес те?
Жолдасқали емес. Бөлекбаев, Сағынғали Бөлекбаев сияқты. Жоқ, ол емес. Біздің Атырауда колледж бар атырауында. Саламат. Саламат. Мұқашев жазылыш шешім. Мұқашев, фамилиясы бірінші Мұқашев. Екіншісі... Солай ма? Тұру, мен бірінші... Мен айтып тұрған өзіңіз сұрақты... Болды, Мұқашев Саламат дейсің. Жоқ, Саламат емес, тек қана Мұқашев. Екінші адам бар. Бұл Мұхаммед Қонаевтың 10 жыл бойы орынбасары болған. Мұнау екінден құрылған ба? Тұс, онда Мұқашев. 1938 мынадан қарай онда. Гуглден қарай беріңдер, қыздар. 1900 Қазақбай жазыңызшы. Міне 38-бірінші жылдары деп тұр ғой. 38-47. Бір момент па не? Басқа да өздері әлегінен жауап берді. Көмек керек па жоқ деді. Айтты соңында айтамын. Келеді, тұршы ма? Оны орсын жауап беріңіз. 38 жылдар аралығында Қазақстан үкіметін басқарды. Кім деп жазың? Бірақ жоғары кеңесі дейді комиссарлар емес. Сонымен сіздерге жеңілдік. Қазақбаев па деп тұр? Тілші дейді. Үстен басып күш. 20 секунд уақыт қалды. Жоқ, ана, нені де пайдалана берейін мен. Так. Қараңыздар, интерактив таскалардан қараңыздар, тақтадан қараңыздар. 1838 жылдары дейді. Науместі. Сонымен, Қаз, құттай самыл күтісіңіз. команда келеміз. 38 жоқ па не? Бұл тарихи жол. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жоқ, мұнда ештеңеде жоқ. 0. Уақыттарыңыз аяқталды. Команда, келеміз. Мұнда да жоқ болып тұр. Келеміз, команда. Уақыттарымыз аяқталды. Қазақбаевты тоқталайық да. Қазақбаев деген басқа. Бүгінгі ойын өткендегі ойынмен салыстырғанда кішкене жоғары дәрежеде болды. Бүгінгі ойынның талаптары өткендегі ойынмен салыстырғанда кішкене қаталда болды десек, артық айтқандық емес. Сұрақтары өте күрделі болды. Қазір осы ойынның пайдасы деуге болады. Біздер мұнай туралы бірнеше мәліметтер, біздердің білмегенімізді барлығын осы қазіргі бүгінгі ойыннан білдік. Енді есте болады деген ойдамыз. Жалпы көп екен білмейтініміз. Рахмет, уақыттарыңыз бітті. Қазір біз сұрақтарды қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айтамыз. Олай болса, біздің ойын жақсы ойын көрсеткен Атырау қоғамдық саяси газетінің қызметкерлері. Уақыт бітті, сұрақтарды саралаймыз. Бірінші тапсырмада біздер, яғни сіздер болып, екінші корпусқа бардық. Сол жерде сұрақтың жауабы жасаған 16:30 уақытын көрсетіп тұрған сағатта тауып алсаңыз, сол сағаттың артында өлең жолдарының автор есімі жазылған қағаз табасыз. Таптыңыздар. Айтуар Өтегенов, ол дұрыс. Келесі бізде екінші тапсырма. Қазақстан жеріне асыл тастар түсті минералдар 500-ге жуық кен орны анықталған. Бізде сол баяндай тастар тұрған фойеге бардық. Ұсақ тастарды тапқан нефрит тастары депсіздер. Ол жауабы да дұрыс екінші тапсырма. Үшінші тапсырма, яғни сөз жұмбақ. Ол сөз жұмбақта менде Нұрлан Балғынбаев деп ұзыннан тігінен тұрған сөз таптыңыздар. Байқағанымда тезек шолып өтейін. Міне, бірінші сұрақтың жауабы, яғни сол сөз жұмбақтың мұнай дұрыс, ұңғыма дұрыс, тастор дұрыс, геология дұрыс, барель дұрыс. Алтыншысында жазбай қалыпсыздар. Жетіншісі бензин дұрыс, 8 мақат дұрыс, 9-шысы алюминий дұрыс, 10-шысы қара шұңғыл дұрыс, 11 отын дұрыс, 12 көмір дұрыс, 13 қазақтың ең алғашқы геологы, академик Сәтбаев дұрыс, 14 газ дұрыс, Теміртау дұрыс, Менделеев 16 дұрыс. Яғни сіздерге жеңілдік беріліп еді, бірақ дегенмен де тағы да бір жеңілдік бересіздер ол. Толық жауапты есептейміз. Төртінші тапсырма. 1931 жыл депсіздер, яғни Байшонас кен орнында алғашқы мұнай бұрға қашан соғылды.
31 есепті дұрыс шешіпсіздер. 4-ші тапсырма дұрыс. 5-ші тапсырма тарихи жол секциясына бардық біздер, көрдік. Ол жерде осы жылнама ішінен Қазақстан жерінде мұнай іздеу туралы алғашқы өтініштерді жасаған кім екенін есімін табыңыз дейді. Әрине ол Лебедев. Лебедев дұрыс. 6-ші тапсырма 1995 дұрыс. 7-ші тапсырмада мұнай, газ, сұйытылған газ, бензин, керосин, жанатын отын, яғни мазут, бензин отыны, отын майы депсіздер. Дұрыс па? Дұрыс, әрине. 8-ші тапсырма ежелден бері мұнай дәстүрлі емшілікте дәрілік зат ретінде қолданылады. Мұнайдың әртүрлі туындылы адамдарға аллергияның бас ауруынан, жүйке күйзелісінен немесе жұқпалы аурулардан арылуға көмектесетін дәрі-дәрмек қолданылады. Ендеше мұнайдың соң ең танымал дәріні сіз білесіз бе деді. Сіз жауабы не дедіңіз? Парафин дедім. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Әрине, ең танымал. Парафин бе екен? Міне сізге берейін сол. Ауырып қалмайсыз, ауруыңызды жазады. Қараңызшы, дәмін тартып көріңізші. Анальгин емес пе? Мен? Ол Парафин емес енді мынау беріп тұрғанымыз. енді басқаларына көмек командаға бермейсің бе бірге? Сонымен неме екен? Жалпы дәм сезе аласыз ба? Анальгин ба сонда? Жоқ, анальгин емес. Бұл аспирин. Амин қышқылынан жататын аспирин білесіздер ғой, ә? Сонда 8-ші тапсырмаңыз дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. 9-ші тапсырма. Яғни 2 сұрақта біздер Атырау қосымша көмектер айтып көдейін. Атырау жерінде сол кісінің атағына берген колледжі бар. Бұл Мұқашев. Екіншісі аса көрнекті мемлекет қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаев 10 жыл бойы орынбасары болған. Ол оңдасынып. 9 тапсырма берілген сізге. Біреуіне толыққанды жауап бере алған жоқсыздар, екіншісіне жартылай жауап бере алған жоқсыздар. Сіздерде 1,5 сұрақ дұрыс емес жауап бердіңіздер. Уақытым аяқталды. 7-ші командасыз. Енді көреміз, басқа командамыз аралаймыз, қараймыз. Одан іріктелген 5 команда қалады. Өтесіздер ме, өтпейсіздер ме? Оны басқа команданың нәтижелері шешеді. Біз бір парафинге тоқталып қалдық та, ары қарай ойланбай қалдық. Ол енді өзімізден болған кінә. Біздер соған қарағанда бір сұрақтың өзіне мән бермеген екенбіз. Көп сұрақтар жіберіп алыппыз негізі. Қиын сұрақтардың бірі мен қателік жібердім. Ол сұрақтан Қазақбаев деп жауап бергеніміз. Яғни осы мұнай кен орнына қатысты Атырау облысындағы біреу колледж бар деп айтылды. Екіншісі Дінмұхамед Қонаевтың 10 жыл бойғы орынбасары болған деп айтылды ғой. Сол сұрақты Қазақбаев деп қате жауап бердік. Негізгі жауабы Оңдасынов деген осы Атырау облысындағы мұнай кен орнында, тау кен орындарына қызмет атқарған кісі екен. Ал енді, құрметті көрермен, Атырау облысы тарихи өлкетану музейімен бірлескен жоба Атырау Квест жобасы міне 2-ші айналымды аяқтады. Шығыс Қазақстан облысы Семей өңіріне саяхат жасайтын енді қай команда екен бәрімізге әлі белгісіз. Келесі 3-ші кезеңге 5 команда қалады. Сіздер 5-ші болып өтесіздер ме, өтпейсіздер ме, оны мен де білмеймін. Ойын жақсы болды. Көңілге түспесін. Әлі сынақ, әлі сайыстар алда. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.